Саламатсыздарбы әріптестер, мен сіздерге бүгін ұстаз платформасында қалай шағын орталықтың тәрбиешісін бағалау парағын қалай толтыру керектігін көрсететін боламын. Ол үшін бірінші басынан бастап көрсетейін. Экспо арқылы кіресіздер. Үш иконкаға басасыздар. Міндетті түрде мен қазір аттестаттау комиссиясының мүшесі ретінде кіріп отырмын. Қарасаңыздар, мемлекеттік бюро комиссиясы там көрсетіп тұр, яғни бұл аттестаттау комиссиясының мүшесі екендігін білдіретін бөлім. Бақылау парақтарын басамыз, қосу батырмасын басамыз, лауазымды енгізу, аттестаттау, бұл аттестаттау комиссиясының мүшесі пікір мектеп алды дәріс тобының жетекшісі. Міндетті түрде мына көп неғылмау үшін ақпараттарды осы қайта енгізбес үшін осындай вордта не жасап аламын, файл жасап аламын. Сізге қажет болады. Елді мекен деген жерде Алматы облысы таңдайсыздар. Оның ішінде үйінің түрі дегенде бұл мектепке дейінгі үйін болады. Білім беру үйінің енгізіңіз дегенде мына жерде ұйымдарымыздың бастапқы екі әріпін енгізсеңіз өзі шығады. Мына жерде мектебі оқытушының аты жөні. Мен бүгін Сәрсебекова Ғалияны бағалайтын боламын. Оның мамандығы тәрбиеші. Ағымдағы санаты педагог, оқу жылының 5-24-25 күні дегенде ол 10 февраль күні деген сабақ, 10 февраль бақылаудың өтісі дегенде мектепке дейінгі білім беру ұйымының педагогы ұйымдастырылған қызметкерін таңдайсыздар. Соның ішінде ұйымдастыру қызметін таңдайсыздар. Оның ішінде бүгінгі талдайтын сабағымыз сөйлеуді дамыту болады. Сөйлеуді дамыту мақсатты да мен жерде дайындап қойған болатынмын. Бұл жерде бізге көктем келді деген сабақ болатын. Оның мақсатын алып аламын. Бұл жерде қоямын мақсатын. Одан кейін қайтадан сол ұйымдастырылған қызметтің міндеті деген жерде тақырыбын жазасыздар. Мазмұны деген жерде тақырыбын жазасыздар. Көктем келді. Топ деген жерде бұл үлкен топ болғандықтан балдырған ересек тобын таңдаймыз. Жазамыз. Мына жерде балдырған ересек тобы. Дәлік сақта. Сақтап болғаннан кейін мені бақылау парақшасы ашылатын болады. Енді сол бақылау парақшасының алдына қойып қоямын да сол бойынша бағалар шығамын. Мақсатпен ұйымдастырылған қызметтің мазмұнына сәйкес келеді дегенде үш қоямын. Барлық тәрбиеленушілерге нақты және ұйымдастырылған қолжетімді дегенде 3 балл. Мақсаттарға сәйкес келеді дегенде 3 балл. Жас ерекшелігіне сәйкес дегенде 3 балл. Барлық тәрбиеленушілер дегенде 3 балл. Енді келесі бөлімді тастап кетемін, өйткені бұл педагог модератор болғандықтан бұл шеберлігіне зерттеушілерге қатысты бөлім. Мен тастап кетемін. Келесі жеке және ұжымдық мүдделері дегенде 3 балл. Одан кейін жас ерекшелігі дегенде 3 балл. Күні бойы жайлылық дегенде 3 балл. Одан кейін мына бөлімді де зерттеушілердің шеберлерге арналғандықтан бұны да тастап кетемін. Одан кейін терминдермен дегенде терминдермен жұмыс жүргізгенде 1 балл. Әртүрлі дерек көздерден дегенде 3 балл. Одан кейін әртүрлі дерек көздердің ресурстары пайдалануға 3 балл. Тәрбиеленуші материалдық тұрғыдан тартылғандығына 3 балл. Одан кейін цифрлық білім беру дегенде 2 баллдан қоямын. Одан кейін тәрбиеленушінің өзара әрекеттесуіне ықпал етеді дегенде бұндай болмады.
Одан кейін барлық білімдер қажеттіліктер жеке ерекшеліктерін ескеріледі дегенде 2 балл. Одан кейін ресурстарды саралау картада жақсы болған жоқ, сондықтан бұл жерде 0 балл қоямын. Одан кейін барлықтар өз танымдық қызығушылықтары дегенде 1 балл қоямын. Одан кейін күн тәртібі сақталады дегенде 3 балл. Одан кейін уақыт ұтымды бөлінген дегенде 0 балл. Одан кейін педагогпен сөйлеу балансы дегенде 0 балл. Одан кейін өзара әрекеттесу дегенде 0 балл. Өзара іс-қимыл дегенде 2 балл. Одан кейін диалогқа қатысу оншада жақсы көп болған жоқ, сондықтан 1 балл. Жалпы азаматтық құндылықтарға назар аударатын болсақ, картада құндылықтарға баса назар аударылмайды, 1 баллдан қоямын. Жақсы өзін-өзі ұйымдастыру деген барлық тәрбиеленушілерді сөйтіп қалыптастырған. Одан кейін тәрбиеленушілерге қызығушылық танытты. Өзін-өзі бағалау жүзеге асырылғанына 2 балл қоямын. Одан кейін тәрбиелеуші еңбекке қол жеткізу рефлексиясына 1 баллдан қоямын. Көп аяқта тыныққысын басамында ұсыныс қалдырамын. Енді ұсынысқа жаңағы қай бөлікшілерге төмен балл қойылды, сол бойынша ұсыныстар жазамын. Ойымда ұсынысын дайындап қойған. Бұл жерде айтылып ұсынысты жазып кетемін. Бағдарламасын басып, электрондық цифрлық қолтаңбамен түнді қоямын. Осындай сәттер болып қалуы мүмкін, сондықтан да мен арнайы осындай спортқа сақтап алып отырғанымыз сол. Өстіп сайт кездерде лақтырып жібереді. Кездерде қайтадан обновление жасаған кезде қайтадан көріп отырмас үшін. Мен бағалағандарымның бәрі шығып кетті. Мен жаңағы нұсқа келген кезде менде арғы айта берген жоқ. Қайтадан ұсынысын копировать етіп алғанда мына жерге қоямын. Бағдарламасын басамын. Тез толтыруға негізделіп жасалынған ғой. Енді жаңағында ойланып жауап бергенде немесінде нұсқаны лақтырып жібереді. Кетті, міне 60 балл алды. Енді келесі осылай тағы да сол сияқты жүзеге асыра бересіздер.